Осының бөлек жазылады, бірге жазылады деп дауласуының өзі маған бір түсініксіз нәрсе. Тарихи сыңайда айтсақ, бұл екі сөзден тұратыны белгілі ғой, нар және тәуекел. Сондықтан әуелдегі тура мағынасында сөз тіркесі ретінде қарасақ, нар деген сөз, қазақ нар баласы бақырмас болар дейді. Нар деген шыдамды, зор, күшті, мықты деген сияқты сөздер мағынада. Сонда тәуекелдің зоры бұл. Тәуекелдің мықтысы, күшті тәуекел, зор тәуекел. Шыдау керек, шыдауға мәжбүр болатын тәуекел. Шыдамды деген мағына. Зат есімі мен зат есімінің тіркесуінен сөз тіркесі жасала береді. Бұл әуелдегі несі? Кәдімгі сөз тіркесі, синтаксис сөз тіркесі ретінде қарауымыз керек. Енді бұл өзінің образдылығына байланысты. Екі сөз басқа бір жаңа нардың ауыспалы метафоралық мәніне байланысты бұл кейін тұрақты сөз тіркесіне айналған. Фразеологиялық байлаулы мағына деген мағына болады. Анау жұрттың барлығысы онда бір әлде бір тұтас бірақ компоненттерге бөлуге болатын бір тұтас өзгеше ауыспалы мағына пайда болады фразеологизмде. Жұрттың бәрін біріктіріп жазып жүрген сол байлаулы мағына естерінде олар. Бұлай түйсікпен біліп жүрген шығар, байлаулы мағынаны. Сонымен қарап олар біріктіріп жазайық деп жүр ғой. Деп ойлаймын. Бірақ ол сауатсыздыққа жатады. Оның фразеология сөз тіркесі ретінде ол баяғыда мынау кейін шыққан ғой. Фразеология сөз тіркесі ретінде ол біздің сөздігімізде баяғыдан тіркелген. Енді ол мынау кейінгі 2007 жылы шыққан соңғы фразеология сөздікте де нар тәуекел бөлек жазылған. Одан кейін мынау 2013 жылғы орфографиялық сөздік соңғы дейміз. Мына сөздіктің бұндағы сыңай тенденция, үрдіс, сөздерді біріктіруге әуестік, құмарлық мынада. Әбден етек алып кеткен мына сөздік. Сол сөздіктің өзі нар тәуекелді біріктіре алмай тұр. Олар біліп тұр өйткені нар тәуекел бірікпейді. Әдеби тіліміздің сөздігі 11-ші тобында нар тәуекел тағы да бөлек жазылған. Сондықтан да бұған дауласудың қажет жоқ, дауласудың өзі ұят енді. Былайша айтқанда. Нар тәуекел сөзі бөлек жазылады. Фразеология тіркестің әр сыңары өздеріңіз білесіздер, бөлек жазылады. Шығармашылықпен қолданғандар арасында сөзді қосады. Көз алдына келу деген тұрақты сөз тіркесі бар. Елестеу деген мағынада. Мысалы, соған байланысты, мысалы, кімде Ғабит Мүсірепте Жұманның көз алдына көкала көп жылқы келді деп арасында. Ондай шығармашылықпен нететіндер қосады. Бірақ дәл мына біз айтып отырған нар тәуекелге қосылмайды. Себебі бұның ар жақ синтаксистік табиғаты екі зат есімнің қабысуынан жасалып тұрған анықтауыштық тіркесі. Мынау 50 жыл болғаннан кейін үйленген жасайтын алтын той деген бар ғой. Сол бөлек жазылу керек қой. Алтын деген зат есім, той деген зат есім. Алтын той сөздіктен бірге жазылып тұр. Сөздің бірігуі деген сөз жасам тәсілі. Жаңа сөз жасалу керек. Нар мен тәуекелді біріктіргенде жаңа сөз жасалмайды. Бұрынғы тәуекел, бұрынғы зор тәуекел, бұрынғы күшті мықты тәуекел болады. Біріктіріп жазу дегеннің ешқандай уәжі жоқ, біріктіріп жазуға. Смет Кеңесбаевтың сол сөздігінің жаңа басылымы ғой. Қиын қыстау жағдайды көре тұра іске көз жұмып кірісуді айтылады дейді.